Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабақ кір қоймастың көмекшілері деп аталады. Сен осы сабақта өлеңді түсініп оқисың, өлең бөліктеріне ат қоясың және жоспар бойынша әңгімелейтін боласың. Алдымен жұмбақтардың шешуін тауып көрейік. Жылт-жылт етеді, жылғадан өтеді. Ол әрине су. Бұдан кір қорқады, судан бұл қорқады. Әрине бұл сабын. Қарап тұрсаң өзіңе сурет түсер көзіңе, ол суретің ұқсайды дәл қазіргі кезіңе. Өзіңді өзіңе көрсететін ол әрине айна. Жуынып болғаныңда жүреді қолдарыңда. Әрине ол сүлгі. Жуынып болған кезде сүлгіні іздейміз. Енді өлеңді менімен бірге дауыстап түсініп оқыңдар. Етігім де, шалбар да, бәрі кетіп қалған ба? Қарным ашып барады, қайда әлгі тамағы? Нан да маған қарамай, қашып жатыр жағалай. Шөлдеп кетіп тегімен самаурынға келіп ем, ұстатпауға бекініп, ол да кетті секіріп. Бұл не сонда, мәні не боп қалды, бәрі не? Үйге қарай зыттым кеп, енді мен де біттім деп, қол жуғышқа тығылдым, айғыздарын мұрынның, сияларын бетімнің сабын менен кетірдім. Аямадым сабынды, барлық кірім арылды. Жүрем сатпақ боп, сезбей қалдым шалбарым, жаныма кеп қалғанын. Самса жетті сосын кеп, жеші мені досым деп, көріп әппақ түрімді нан аузыма тығылды. Кітабым да күлімдеп, дәптерлерде біртіндеп, келіп жатыр жүгіре, қарап әппақ түріме. Кітаптарым қуанып, билеп те жүр бұралып. Шомыламын күнде мен, тамаша екен бұл деген. Балақайлар бәріңде дос болыңдар суменен. Мына керемет өлеңді Фариза Оңғарсынова апаларың аударған екен. Өлеңнің мағынасын түсіндіңдер ме? Автор бізге таза жүруді, ұқыпты болуды, үнемі жуынып жүруді насихаттап отыр. Ал балалар, сендер мына сілтемеге өтіп, қолды қалай жуу керек екен деген әнді бірге айтып көріңдер. Сосын өлеңнің әр бөлігіне ат қояйық. Бірінші бөлімде салақтықтың кесірінен барлық затын жоғалтып алған бала туралы айтылды. Екінші бөлімінде тазалықпен достасу, яғни ол бала барып жуынды, жуынуға шешім қабылдағаны айтылады. Сосын үшінші бөлімде барлық іс оңынан келіп, барлық жоғалған заттарын тауып алған бала туралы айтылды. Енді осы бөлім туралы, осы тақырыптар туралы өлеңнің мазмұнын айтайық. Бірінші бөлімде барлық зат қашты, өйткені ол бала ұқыпсыз, салақ, кірғожалақ болды. Екіншісіне ол жуынуға шешім қабылдады, жуынды, тазаланды, тап-таза болып еді, барлық зат айналасынан табылай қалды. Ал сен қандай баласың? Сабын мен суды жақсы көресің бе? Балалар, сендер осы сабақта өлең оқыдыңдар, оның мағынасын түсіндіңдер, әр бөлігіне ат қойдыңдар. Жоспар жасап, сол жоспар бойынша өлеңнің мазмұнын айтып көрдіңдер. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық, сендер жеке бас гигиенасын сақтау үшін әр адам не істеу керек екенін пікірге жазып қалдырыңдар.